Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін туроператор және турагенттік қызметтің негіздері пәні бойынша 7-ші дәрісіміз. Бұл дәрісте туристік қызмет көрсетушілермен жұмыс жасау және олардың қызметі қандай деңгейде жүргізіледі. Осы бойынша бүгін дәріс жүргізілетін болады. Бүгінгі дәрісте біз ең бірінші туристік қызмет көрсетушілердің түсінігі қандай, оның түрлері, және де туристік индустриядағы туристік қызмет көрсетушілердің маңыздылығы мен әртүрлі кейстер және салыстырмалы анализдер арқылы бүгінгі дәрісті сіздермен өткізетін боламын. Негізгі дәрістің мақсаты мен міндеттеріне тоқталатын болсақ, туристік қызмет көрсетушілері тиімді жұмыс жасауы, туристік индустриядағы олардың маңыздылығы мен қандай қағидалармен және тәртіптер арқылы жұмыс жасайтыны туралы толық түсіндіру жүргізіледі. Негізгі дәрістің міндеттеріне ол туристік қызмет көрсетушілердің түрлері мен функцияларын анықтау және олардың жұмыс жүргізу механизмін зерделеу болып табылады. Және де әртүрлі кейстарды талдау арқылы бүгінгі дәрісті толықтай сіздер игеріп шығасыздар. Енді бүгінгі дәрісті бастамас бұрын ең бірінші дәрістің негізгі түсініктеріне тоқтала кететін болсақ, осы тақырыпқа сай, ең бірінші туристік қызмет көрсетушілеріне кімдер жатады және олардың негізгі функциялары қандай. Бірінші, туристік қызмет көрсетушілер ол ұйымдар мен әртүрлі кәсіпкерлер, яғни әртүрлі қосымша және негізгі туризм саласында қызметтерді жасаушы субъектілер немесе объектілер болып табылады. Бұл жерде айта кететін ол қонақ үйлер, мейрамханалар, көлік компаниялар, әртүрлі гид экскурсовод қызметтері кіреді. Енді осы жерде мен бұған дейін де әртүрлі мысалдар келтіргенде туристік дестинация ұғымын түсіндірген болатынмын. Бұл қазіргі таңда жаңа туризм индустриясына кірген термин болып табылады. Турист destination болмаса туристік дестинация деп аталады. Яғни туристік дестинациямыз белгілі бір А точкасынан Б точкасына барған кезде белгілі бір қызметтер жиынтығымен, туристік қызметтер жиынтығымен барлық туристік қызметтердің көрсететін орталық немесе туристік жер, ол туристік дестинация болып табылады, немесе аймақ деп аталады. Дестинация өзі аймақ деп те аударылады. Енді осы жерде сервис сапасы да маңызды рөл атқарады туристік қызмет көрсетуде. Сол себепті туристік қызметтің сапасы ол ең бірінші оның құнына сәйкес болу керек. Ең бірінші міндет туроператордың, турагенттің қызметтерін іске асырған кезде және ұйымдастырған кезде, өткізген кезде осы сапасына сай болу керек. Сапасына сай дегеніміз, яғни белгілі бір клиенттердің немесе туристердің барлық қызығушылығын қанағаттандыра отырып, оларға қызметтер ұсыну және де ол қызметтердің белгілі бір деңгейде болуы болып табылады. Сонымен интерактивті қызметтер дегеніміз, ол интерактивті қызметтерде осы туристік қызметтің негізгі қызметтеріне кіреді. Бұл жерде әртүрлі интерактивті қызметтерге әртүрлі жаңа технологияның инновациялық құрылғылардың арқасында қызметтерді көрсету және ора арқылы туристермен туроператор және турагенттің арасында байланысты айтамыз және қызметтерді айтамыз. Сонымен қатар жаңа түсінік ол серіктестік желілер деп аталады. Серіктестік желілер дегеніміз туристік қызметтегі негізгі байланыстардың бірі болып табылады. Себебі туризм саласы ол әртүрлі қызметтерден тұрғандықтан, ол жерде әртүрлі әріптестік, серіктестік байланыстар келісімшарт негізінде жүргізіледі. Сол себепті осы барлық келісімшарт негізінде жүргізілген қызметтердің негізгі бастамасы ол серіктестік желілер арқылы жүргізіледі. Енді осы жерде туристік қызмет көрсетудің немесе туристік қызмет көрсетушілердің туризм индустриясының рөлін жеке тоқталатын боламыз. Себебі бұл не дегенде ең бірінші сапалы қызмет көрсету, туризм саласын сапалы қызметтер көрсету, ол осы туризм саласына ұйымдар мен қызметтер жиынтығы болып табылады. Ол туризм индустриясының негізгі базалық қызметі болып табылады. Сонымен қатар ол туризм индустриясынан бөлек қарастыруға болмайды. Ол туризм индустриясының негізі ажырамас бөлігі болып табылады. Жалпы туристік қызмет көрсетушілердің санаттары бар. Оларды бірнеше түрлерге бөлеміз. Олар орналастыру орындары, яғни орналастыру орындары әртүрлі өзінің
қызметіне түріне байланысты олар бөлінеді. Мотель, отель немесе қазіргі таңда өте сұранысқа ие Airbnb орналасу орындары, сонымен қатар хостелдер, яғни әртүрлі орналасу жағдайына байланысты, қызмет деңгейіне байланысты орналасу орындарының түрлері. Екінші, тамақтандыру орындары, яғни тамақтандыру орындары ол жер мейрамхана, кафе және жылдам қызмет көрсететін тамақтандыру орындары, сонымен қатар әртүрлі кафелер жатады. Енді көлік қызметтері ол да бір туризм индустриясының туристік қызметтер жиынтығының бір бөлігі болып табылады. Себебі А точкасынан Б точкасына бару үшін, яғни А нүктесіне Б нүктесіне бару үшін туристер осы тасымалдау қызметтерін қолданады. Олар әуе, жер немесе темір жол және де қазіргі таңда әртүрлі транспорт түрлеріне байланысты қызметтер болып табылады, көлік қызметтері. Сонымен қатар ол гид, экскурсовод қызметтері, экскурсия қызметтер, туроператор, турагенттер және де қосымша ойын-сауық әртүрлі туристердің қызығушылығына байланысты осы туристік қызметтің түрлері немесе санаттары бөлінеді. Енді жалпы туристік қызмет көрсету ол не себепті маңызды туризм индустриясына осыны қарастыратын болса, ең бірінші ол экономикалық табыс әкелуші немесе экономикалық даму, алға жылжуды қамтамасыз ететін сала болып табылады. Не себепті? Себебі ол біріншіден жұмыс орындарын қамтамасыз етеді, екінші жергілікті кәсіпкерлерді, жергілікті әртүрлі осы туризм саласын тікелей және жанама байланысты субъектілерді жұмыспен қамтиды, оларға экономик табыс әкелуге мүмкіндік жасайды. Сонымен қатар бұл жерде әртүрлі экономик байланыста жүргізілгендіктен бұл экономика табыс әкелуші сала болып табылады және қызмет болып табылады. Екінші, әлеуметтік мәдени ықпал. Бұл жерде яғни жаңағы бір А точкасынан Б точкасына барған кезде туристер немесе клиенттер өздерінің қызығушылығына байланысты әртүрлі әлеуметтік, тарихи, мәдени танымдық жолдарын іздейді. Осы ретте жаңағы әртүрлі әлеуметтік, тарихи, мәдени байланыстар немесе ынтымақтастық негізінде жаңағы байланыстар жүргізу арқылы ақпараттар алмасады. Бұл да мәдени алмасудың бір бөлігі, таптырмас бір бөлігі болып табылады. Үшінші, сапалы туристік өнімді қамтамасыз ету. Бұл жерде ең бірінші атап өткенде, яғни туристік қызмет ол ең бірінші туристердің қызығушылығын қамтамасыз ету болып табылады. Бұл ретте туристердің қызметтерін қамтамасыз ету тікелей ол сапалы қызметке байланысты. Сонымен қатар ол инновациялық негіздер немесе инновациялық ерекшеліктер болып табылады. Себебі туризм индустриясы ол бәсекелестігі жоғары сала болғандықтан бұл жерде туристік субъектілер немесе әртүрлі туроператор, турагенттер олардың қызметтері ерекшелену мақсатында инновацияны қазір қолдануда өте жоғары деңгейде. Осы орайда осы негіздерді ескере отырып, базалық кешенді қызмет көрсету, туристік қызмет көрсету саласы пайда болады. Олар ең бірінші туристік дестинацияның тартымдылығын арттыра отырып, экономика байланыстарды негіздей отырып, мәдени тарихи алмасуды қамтамасыз ете отырып, осы сапалы қызметті қамтамасыз етеді. Енді бүгінгі дәрістегі біздің теориялық негіздерге тоқталатын болсақ, ең бірінші туристік қызмет көрсетуде маркетингтік аспектілер ол ең бірінші теориялық негізге жатады. Себебі ешқандай туроператор болсын, турагент болсын, негіз ешқандай негізсіз қызмет жасай алмайды. Себебі бұл дәлелденген нәрсе. Егер де белгілі бір өнімнің ұзақ мерзімді немесе тұрақты түрде табыс әкелуі, ол маркетингтік зерттеу, сонымен қатар әртүрлі экономикалық зерттеу және нарықты зерттеумен тікелей байланысты. Осы жерде туристердің қызығушылықтары мен бәсекелестер зерттей отырып, осы туристік қызмет көрсетудің сапасы, маркетинг аспектілері пайда болады. Сонымен қатар сапа менеджментін стандарттау. Бұл жерде яғни туризм саласы, туристік индустрия қызметтері әртүрлі сапалық менеджментті және де әртүрлі стандарттау, лицензиялау деңгейі болу керек. Онсыз, яғни туроператор, бұған дейін айтып өткен, туроператор қызмет ол лицензия негізінде жүргізіледі. Сол себепті әртүрлі қазіргі таңда халықаралық болсын, мемлекеттік деңгейде болсын, ұлттық деңгейде болсын, әртүрлі стандарттау мен сертификаттау, лицензиялау деңгейі өте маңызды болып табылады. Сонымен қатар қызмет көрсету психологиялық аспектілері, яғни
сіз өзіңіздің нарықтық туроператор ретінде немесе турагент ретінде өзіңіз нарықта мақсатты аудиторияңыз анықтаған жағдайда бұл жерде туристердің мінез құлық деңгейінде және де олардың психологиялық аспектілерінде, яғни сұраныстарын, оларға ұсыныс беру үшін олардың сұраныстарын да сіз негізге ала отырып немесе зерттей отырып, зерделей отырып, сіз осы өзіңіздің қызметіңізді ұсынуыңыз керек. Бұл да бір сапалы қызметтің бір аспектісі, теориялық аспектісі болып табылады. Сонымен қатар туристік өнімнің бәсекеге қабілеттілігі. Бұл жерде бәсекеге қабілетті болу үшін осы жоғарыда айтып өткен барлық негіздерді ескере отырып, туристердің қызығушылығын қанағаттандыру арқылы сіз бәсекеге қабілетті бола аласыз. Енді бірінші осы дәрісті толықтай түсіну үшін заманауи кейстерді талқыласақ болады. Енді жаңа Airbnb дедім, яғни Airbnb, яғни дәстүрлі қонақ үйден ерекшелігі бұл жерде белгілі бір жаңағы үйі бар, немесе әртүрлі пәтерлері бар субъектілер, яғни адамдар өздерінің үйлерін белгілі бір туристерге ұсыну, жалға беру, бұл Airbnb жүйесі болып табылады. Airbnb жүйесі қазіргі таңда өте жоғары сұранысқа ие, себебі дәстүрлі қонақ үйлердің қызметінен ерекше болып табылады. Дәстүрлі қонақ үй әртүрлі қызметтерді ұсынса, ал Airbnb, яғни минималды бағада өздерінің тек қана жатын орынды ұйымдастырушы, қызметті ұсынушы болып табылады. Сол себепті бұл да бір қазіргі таңда жаңа инновациялық негізді ескере отырып ұйымдастырылған орналасу орындарының бір түрі болып табылады. Uber, Bolt бұл белгілі бір тасымалдаушы қызметтерді ұйымдастырушы қызметтер болып табылады. Бұл да қазіргі таңда белгілі бір қосымшалар арқылы жүргізілетін сұранысқа ие қосымшалардың немесе қызметтердің бірі болып табылады. Енді әртүрлі мен кейстерді айтып жатырмын, бұл жерде әртүрлі қызметтерге байланысты. Мысалға айтатын болсақ, Turkish Airlines, Qatar Airlines, бұлар яғни лоукостер тасымалдаушы ұйымдардан ерекше, себебі бұларда сапалы қызмет бірінші, екінші әртүрлі қызметтердің жиынтығын жоғары деңгейде ұйымдастыру, немесе лакшери туристерге қызмет ұйымдастырғандықтан осы лоукостермен жоғары деңгейдегі бюджеттік пен немесе лакшери туристердің арасындағы байланысты көрсетуге заманауи кейс ретінде мен сіздерге талдап отырмын. Сонымен қатар Booking.com, өздеріңіз білесіздер, Booking.com қазіргі таңда өте жоғары сұранысқа ие қосымшалардың бірі болып табылады, себебі әрбір турист өздерінің қажеттіліктеріне байланысты қосымша арқылы орналасу орындарының түрлеріне байланысты, олардың қызметтеріне байланысты таңдай алады. Енді салыстырмалы анализге тоқталатын болсақ, дәстүрлі қызмет көрсету мен цифрлық платформа арқылы қызмет көрсетудің айырмашылығы, оларға баға саясатына байланысты, қызмет сапасына байланысты, қолжетімділігі және инновациялық деңгейіне байланысты, ең айтар едім, инновациялық деңгейіне байланысты цифрлық платформалар, яғни қосымшалар арқылы, application арқылы қызмет алу қазіргі таңда өте жоғары сұранысқа ие. Сонымен қатар ол не себепті сұранысқа ие? Себебі 24/7 қолы жетімді. Сонымен қатар цифрлық платформа арқылы қазіргі таңда туристердің қызметтерді алуы, бұл жерде әртүрлі кері байланыстар, пікірлер бақылай отырып өзіне қажетті қызметтерді ала алады. Алайда дәстүрлі қызмет көрсету жоғары тұрақты деңгейде қызмет көрсетсе, цифрлық платформалар ол икемді және сұранысқа байланысты өзгеріп отырады. Осы жерде салыстырма анализде, яғни ол дәстүрлі қонақ үй болсын, немесе жаңа инновация қонақ үй болсын, яғни салыстырма осындай анализ жасау арқылы біз негізгі сыни ойлау деңгейімізді арттыра аламыз. Енді заманауи мәселелер, яғни туристік қызмет көрсетуде әртүрлі заманауи мәселелер бар. Қазіргі таңда туристік қызмет көрсетушілердің бетпе-бет келіп жатқан ол әртүрлі басқару мәселелерінің туындауы, ковидке байланысты қазіргі таңда тұрақты туризм, экологиялық туризм, сонымен қатар оны қалпына келтіруге туристік дестинацияға тоже уақыт кетіп жатыр. Овертуризм немесе масс туризмнің қызмет көрсетуге тағы кері әсерін тигізу, цифрлық платформалардың тікелей енуі қызметтерге, сонымен қатар экология және тұрақты туризмнің принциптерінің енгізілуі, бұл да бір заманауи мәселелердің бірі болып табылады.
Қорытындылай келе, бүгін сіздер бүгінгі дәрісте қызмет көрсету, туристік қызмет көрсетудің түрлері, негізгілері және олар қалай бөлінетіні, қалай жүргізілетін механизмдері толықтай түсіндірілді. Егер де туристік қызмет көрсету сапасын арттыруда әртүрлі аспектілер ескеру керектігі түсіндірілді. Инновациялық немесе сапалы қызмет көрсету, немесе тұрақты қызмет көрсету. Сонымен қатар туристік бизнестегі әріптестік өте маңызды рөл атқаратын толықтай бүгінгі дәрісте түсіндірілді. Бүгінгі дәріс бойынша пайдаланған әдебиеттер негізі осы. Егер де толықтай бүгінгі дәріске қосымша оқу қажет болса, қосымша әдебиеттер тізімі ұсынылып отыр. Назарларыңызға рахмет. Күндеріңіз сәтті болсын, сау болыңыздар.